Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз таңғы асқа ірімшіктен пончиктер жасадық. Қараңыздар, бетіне сахарный пудрамызды сеуіп қойдық. Түрі өте керемет. Ал құрметті көрермендерім, бүгінгі біздің таңғы асымызға ірімшіктен пончиктер жасаймыз. Ол үшін бізге қажет 400 грамм ірімшік творогымыз қажет, 120 грамм қантымыз қажет болады, 3 жұмыртқамыз, 250 грамм ұнымыз қажет, және қосылатын қопсытқыштар менен ваниль дәмдеуіштері қажет болады. Ал ондай болса, ірімшігімізге 3 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Ваниль дәмдеуіштерін. Және де қопсытқыш. Қопсытқышта 1 чай қасық болады. Барлығын жақсылап араластырып, миксерді, яғни блендерді айналдырып езіп алсаңыздар да болады, қолмен езсеңіздер де болады. Қалай сізге ыңғайлы. Ал енді осының үстіне 250 грамм ұнымызды қосамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, бізде осындай массамыз пайда болды. Енді осы ірімшік пен ұнымыздан майда шариктер жасаймыз, яғни пончиктар. Мінекей, құрметті көрермендер, сіздерге көрсетіп жүрейін. Пончиктарымыз өздері айналдырып піседі. Біз таңғы асқа ірімшіктен пончиктер жасадық. Дәмін көрейік. Мінекей, бісміллә. Менің ойымша, балалар өте сүйсініп жейді деп ойлаймын. Дәмі деген керемет. Қытырлап,
Боз жұп жұмсақ. Керемет болып тұр. Дәмі керемет достар. Жасап көріңіздер. Таңғы асқа балаларға пончик. Мектепке салып жерсеңіздер де болады. Өте керемет. Қараңыздаршы. Жұп жұмсақ. Керемет достар. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде баяу отта пісіріңіздер. Баяу отта пісірмесеңіздер, іші піспей қалуы мүмкін. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Достар, құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше.